Назар балам, мынау қандай кен тас? Боксит. Дұрыс. Қарай ғой. Бокситтен алюминдік заттар жасалынады. Алюминийден қандай заттар жасайды? Вертолет, самолет. Демек, сондай әдемі күрделі заттар жасалынады. Неге деп ойлайсың? Себебі қараш, көтеріп көрші. Ол қандай? Жеңіл. Жеңіл болғаннан кейін алюминийден тікұшақтар, ғаламшарға ұшатын тікұшақтар жасалынады. Және күнделікті қолданыстағы сондай күрделі жеңіл заттар жасалынады. Оның структуралық құрылысы сондай жеңіл болып табылады. Ал мына қандай зат екен? Назар. Бұл мыс. Қандай әдемі жылтырап тұр сондай. Мыстан қарай ғой. Әртүрлі электрондық құрылғылар жасалынады. Күнделікті қолданылатын пылесос, теледидар, холодильник, барлығының негізінде электрондық құрылғылар бар. Қарай ғой балам, көрдің бе? Қандай әдемі. Қазақстанда мыс кен орындары бар. Мысалы, жезқазғандық пласт бар деген бар. Онда үлкен кен орында, үлкен кен байыту фабрикаларында осындай кен орындарынан осындай мыстардан әртүрлі мыс концентраты шығарылады. Кейін ол мыс концентраты арнайы байыту фабрикаларында катодты метқа айналдырылады. Катодты меттен болса, әртүрлі электрондық заттар шығарылады. Кәнеке балаларға да көрсетейік. Қандай әдемі. Көрдің бе? Тастар бар. Ал енді қара. Мыс болған жерде алтын болады. Ал мынау қандай зат? Қандай тас? Алтын. Бұл пиритті алтын. Пириттар болған жерде, және мыс болған жерде алтын да болады әрдайым. Ал мұның құрылысын қара. Көрдің бе қалай әдемі? Жылтыр. Көріп тұрсың ба? Көп тастар жылтыр. Қара. Бұл керн. Арнайы керндік геологтар арнайы кен орындарында осындай керн пробаларын алып, оны зерттеуге әкеп береді. Оны химиялық аналитиктер зерттейді. Көрдің бе құрылысын қарағанда? Алтын ол сондай асыл тас. Тяжелый. Ауыр. Ол сондай асыл тас. Өзге химиялық заттармен реакцияға түспейді. Зергерлік бұйымдарды жасаған кезде қолданылады. Бұл қандай ауыр тас екен? Бұл қорғасын галениді. Қорғасында өндірісте әртүрлі қосылыстары өндірісте қолданылады. Мысалы, атом энергетикасынан және де өзге де медицина бұйымдарында қолданылады. Оның салмағы қандай екен? Ауыр, Ауыр. Мына екеуін салыстырайықшы. Қайсы ауыр? Боксит ауыр ма, галенит ауыр ма? Галенит ауыр. Себебі оның структурасы сондай болып келеді. Қорғасын химиялық элемент. Галенит қорғасын. Оның структурасы химиялық заттардың ішінде ең ауыр заттардың бірі табылады. Және де ең қызығы, галенит қорғасын химиялық анализде қолданылады. Бұның ерекше қасиеті, бұл өзінің бойына 1000 градуста алтын, күміс деген элементтерін бойына жинап алады. Осы қасиетті химиялық анализді алтынның кен орнында қаншалықты бар екенін анықтауға болады. Мынау қандай керемет тас? Қараш, қалай әдемі, Білесің бұл неге әдемі? Өйткені бұның негізінде кристалдық структуралар бар. Қара. Күн сәулесі түскен кезде қалай ерекше бұл ойнайды. Бұл тастың есімі балаларға көрсетейік. Аметист. Аметист тастары және малахит тастары. Бұлар зергерлік заттар жасаған кезде қолданылады.